Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге печеньеден жасалатын жемістің рецептісімен бөлісетін боламын. 200 грамм зайчик печеньемізді үгітіп аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды салып және қант қосып жақсылап араластырамыз. Тарелкаға салып, бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Менің каналымның дамуы үшін лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің жентіміз дайын. Бетіне кокосовая стружка септім. Өте дәмді болды. Өте оңай әрі тез дайындалады. Үйдегі бар печеньеден жасай берсеңіз болады. Сіз де жасап көріңіз.